Григориян деген кісісі, соның құрметіне осындай шіркеу салынған екен. Қазір осы шіркеудің ішіне кіріп көрейік. Грузияда жүргенде бір рет кіріп көрген болатын. Сол кезде иісі ұнамай әрең-әрең шыдап шығып кеткен болатын. Сондай иіс жаман болып жатса шығып кетемін сразу. Ал егер нормально болса, просто ішіне кіріп видеоға түсіруге рұқсат берсе, видеоға түсіріп сіздерге. Тек сіздер үшін тек ішке кіріп видеоға түсіріп шығатын боламын. Мұсылман бола тұра шіркеудің ішінде неғылып жүрсін деп сөкпеңіздер, я. Контент үшін не істемейсің, я? Қаншама исторический киноларда, қаншама тарихи кинолардың барлығында да осындай жерде отырады ғой. Тойларында да примерно сондай. Төбесін қараңыз, бүп-биік прям. Адамдар осылай отырып, дұғаларын тілеп, шығып кетіп бара жатыр. Олар шығып батып, артпен шығады. Олар артпен шықса біздер алдымызбен баса береміз ғой. Егер Ереван қаласына келіп жатсаңыздар, осының ішіне кіріп шықсаңыздар болады. Иісі ондай қатты сасық емес екен. Бар кішкене ондай иістер. Бірақ ондай қатты емес.